Сәлематсыңдар ма, студенттер? Мен Оразманбет Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжінің информатика пәні мұғалімі Сейдахметова Айдана Қарғабайқызы. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыпта тоқталмас бұрын сіздерге мынадай суреттерді ұсынғым келіп отыр. Осы суретке қарай отырып сіздер бүгінгі сабағымыздың тақырыбын табасыздар. Немесе араб грамматикасы деп аталатын әдіс арқылы алфавиттің дауысты дыбыстары түсіп қалған осы бір сөзді жалғап бүгінгі тақырыбымызды тауып алайық. Бүгінгі тақырыбымыз графикалық редакторлардың түрлері. Осы тақырыпты өту барысында жоспарға тоқталатын болсам, бірінші графикалық редактор түсінігі. Графикалық редактордың қолдану бағыты, графикалық редактордың түрлері мен және сонымен қатар графикалық редакторлардың өлшенуіне тоқталамыз. Жалпы алғанда компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы болып табылады. Компьютерлік графиканың әртүрлі топтамасы бар. Оның біріншісі түс ерекшелігіне байланысты ақ-қара түсті және түрлі түсті болып бөлінеді. Екіншісі қолдану бағыты бойынша ғылыми графика, конструкторлық графика, көркемдік графика, веб-графика және іскерлік графика болып бөлінеді. Енді осы графикалардың әрқайсысына тоқтала өтетін болсақ, ғылыми графика. Ғылыми графика бұл ең бірінші пайда болған бағыт болып табылады. Оның міндеті объектілерді көрнекі бейнелеу. Ғылыми және инженерлік қызметте, ғылыми зерттеулер мен сынаулар жүргізгенде, есептеу нәтижесін графиктік өңдеу үшін эксперимент жүргізгенде және олардың нәтижесін көрнекі түрде көрсету үшін қолданылады. Бұл медициналық қызметте ғылыми графика, кардиограмма, рентгенограмма және тағы сол сияқты түрлерінде қолданылады. Іскерлік графика. Компьютерлік графиканың бұл саласы әртүрлі мекемелер жұмысында жиі қолданылатын иллюстрация жасауға арналған. Жоспар көрсеткішін, есеп беру құжаттарын, статистикалық мәліметтерді осы объектілер үшін іскерлік графиканың көмегімен иллюстрациялық материалдар жасалады. Көркемдік графика. Көркемдік графика бұл кескін жасау және редакциялау үшін, мысалы баспа өнімдерін жарнама безендіру, фотосуреттерді бояу және өңдеу, мультфильмдер, бейне сабақтар, компьютерлік ойындар жасау үшін қолданылады. Компьютерлік графиканың өзін алып қарайтын болсақ, үшке бөліп қарастырамыз. Растрлық графика, фракталды графика және векторлық графика. Осылардың біріншісі растрлық графика. Растрлық кескін дегеніміз түрлі түсті нүктелердің, яғни пиксельдердің жиынтығы, олардың саны бейненің өлшемі мен шешімі арқылы анықталады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады, және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет. Растрлық кескіндер мозаика тәріздес. Растрлық кескін үлкеюге де, кішіреюге де сезімтал болып келеді. Оны кішіреткенде ұсақ бөлшектердің айырмашылығы бұзылады. Бірақ бұл кемшіліктеріне қарамастан, қазіргі техникада растр өте жоғары сапалы кескін алуға мүмкіндік береді. Сондықтан растрлық кескіндер көркем графикада кеңінен қолданылады. Келесі графиканың түрі бұл векторлық графика. Векторлық кескіндер бұл сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегеніміз осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы болып табылады. Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге, оңай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы. Фракталдық графика. Графиканың бұл түрі
өте қызықты болып келеді. Оның жасалу әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес, программалауға негізделеді. Егер растрлық графикада растр пиксель, ал векторлық графикада сызық базалық элемент болып табылса, фракталды графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады. Бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды. Кескін тек қана теңдік бойынша салынады деген сөз. Ақпараттардың өлшем бірлігі. Өздеріңіз білесіздер, 1 байт информатикада 8 битке тең болады, ал 1 килобайт 1024 байтқа тең. 1 мегабайтты 1024 килобайт деп алсақ, 1 гигабайтты 1024 мегабайтқа теңейміз. Осы тұста графиканы қалай өлшейміз дейтін болсақ, тігінен және көлденең нүктелер санын көбейтіп, оны ақпараттың өлшем бірліктеріне айналдырамыз. Мысалға, 640-те 350 деген фотосурет болатын болса, оны екеуін көбейтіп битке айналдырамыз. Одан кейін 8-ге бөліп байтқа айналдырамыз. Сәйкесінше 1024-ке бөліп килобайтқа айналдырып, 640-та 350 деген суреттің компьютер жадында 27-де 3-ке тең килобайт өлшемі бар екенін білуге болады. Сабағымызды түсіндіргеннен кейін, бүгінгі сабағымызды аз кем қорытындылап алсақ. Бұл алдарыңызда тұрған кубик, өздеріңіз көріп отырғандай. Сабағымызда үнемі қолданылатын осы кубизм әдісі арқылы кубиктің қай жағы түссе, сол сұраққа жауап береміз. Кубиктің мысалы ретінде сары түсі графика түрлерін ата. Әрине, бұны іштеріңізде жауап беріп отырған боларсыз. Растрлық графика дегеніміз не? Фракталдық графикаға мысал келтіріңдер. Компьютерлік графика дегеніміз не? Келесі сіздерге тапсырма. Графиканың артықшылығы мен кемшілігін жазып қойыңыз дәптерлеріңізге. Одан кейінгі тапсырма сіздерге. Әр бағыт бойынша міндеті мен қолдану салаларын жазып кетсеңіз. Осы тапсырмаларды дәптерлеріңізге орындап, кері байланыс ретінде мұғаліммен байланыс жасап отырасыз. Бүгінгі сабағымыз қызықты бола түсуі үшін сіздерге осы сабаққа қатысты сөздерді тауып, сызып көрсетіңіздер дегім келеді. Егер осы суреттерді түсіріп алған болсаңыз, дұрыс жауабына тоқталайын. Сіздерде де осы жауаптар шықты деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз ойдағыдай өтті деген ойдамын. Сіздерге үлкен рахмет. Үйге тапсырма. Әр графиканың түріне бөлек-бөлек материал тауып, слайд дайындау. Назарларыңызға рахмет.